Шыңғыс хан. 21 бөлім. Минан, сен айтып отырған Гуабао қандай адам? Ол Ханзу. Қайда тұрады? Пеньянда. Қызметі қандай? Пеньян аймақ әкімдігінде. Неменеге кідіріп қалдың? Ол туралы толығырақ білгім келеді. Асығыссыз ау хан ием. Бұл Гуаубао деген адам таң патшалығының атаңызға айналған қолбасшысы. Видзиннің ұрпағы. Ол соғыс ісін керемет біледі. Алтын еліне қызмет етіп жүрсе де, оның түпкі мақсаты бөлек. Хан ием. Сондықтан да Гуаубао. Ал енді Елу жусайды айтамысыз? Иә. Елу жусай кідән ақсүйектерінің тұқымынан. Ол Ляо әулетінен шыққан Дуньдан патшадан тарайтын 8-ші ұрпақ. Оның әкесі алтын патшалығында уәзір болды. Бұл оның 60-ға келгенде көрген баласы. Ол өзінің зарығып көрген ұлына елу жусай деп ат қойды. Бұл өзге елге қызмет ететін адам деген мағынаны білдіреді. Елу жусай бала кезден ақ ілім-білімге құмар болды. Ол сөз өнерінде тарихты да терең меңгерген. Астрономиядан, жағрафиядан, математикадан, медицинадан хабары мол. Болашақта болжай білетінде өнері бар көрінеді. Өте мықты талғампаз адам. Қала барда бізде бармыз. Қала жойылса бірге жойыламыз. Өлсек те шегінбейміз. Қала барда бізде бармыз. Қала жойылса бірге жойыламыз. Өлсек те шегінбейміз. Жүріңдер. Егер Астана жайына келсек, жыланды 40 рет кетсең де кесірткел қауқары бар дейтін сөзді ұмытпайық. Астананың биік қамалы және айналасын қоршаған терең ор бар. Бұлардан өтудің қиындығын бұлай қойғанда, олар өліспей беріспеске бекініп, арыстанша алысқалы отыр. Қазіргі сәтте Астанаға шабуыл жасайтында кез туа қойған жоқ. Мен де Астананың күш қуатын байқап көру үшін бір жағынан ана кеудесінен нам піскен патшасының зәре-құтын қашыру үшін жер дүниені дүсілдете дабыл қақтырып жебені жіберген. Айтып отырғаныңыз қазіргі патша болар. Қалай ойлайсың? Мен оны жеңе алам ба? Әрине, сіздің соғысқа шеберлігіңізді, сарбаздарыңыз бен сардарларыңыздың жау жүрек батырлығы мен жұдырықтай жұмылған бірлігін былай қойғанда, алтын елдің патшасы ақылы шолақ адам. Оның үстіне айналасындағы ұлықтарының өресі тар әрі шектен тыс қатал. Солардың зұлымдығы, ашкөздігі, зорлық зомбылықтары. Орталық өңірдегі ханзулар мен кідәндардың, тіпті жүржіндердің де наразылығын қоздырып, бұлар да биліктің өзгеруін тілеп отыр. Ел сенімінен айырылған патша, елінен айырылмақ. Онда мен алтын елін өзіме қараталам ба? Тек үйлесімді іс-әрекет жасай білсеңіз. Мұның мәнісі не? Біріншіден, ел көңілін табу керек. Екіншіден, алдымен батыс пен оңтүстікті алып, онан соң суң елмен бірлесіп, алтын елін алу керек. Алдымен батыс пен оңтүстікті алу керек дейсіз бе? Солай, орталық өлкенің күші мығым, оны ескермей болмайды. Батыс пен оңтүстіктен жау жүрек батырлар көп шыққан. Алдымен батыс пен оңтүстікті алсаңыз, суң елмен бірлесіп, алтын елін алу қиынға соқпайды. Дұрыс. Жақсы айттыңыз. Ляудон жүржіндердің көгеріп көктеген жері. Сіз Астанаға шабуыл жасай қалсаңыз, Ляудон көмекке жасақ шығарады. Онда жаудың қыспағында қаласыз. Сіз оған алдын ала жасақ жіберіңіз. Мұны ескерткеніңіз жақсы болды. Мұқылай, сен қол бастап барып, Ляуданды ал. Хоп! Минан мырза, дұрыс айтыпсыз. Оққан адам қолөнершіден әлде қайда артық екен. Қахан! Қахан! Ван Янган өлерде қарсыласып жатыр. Маған көмек көрсетпегеніңіз қалай? Сендер кейін шегіндіңдер ме? Кейін шегіндік. Ол тіпті есіріп кетті. Жә, отыр. Алдымен мұна Гуа мырзаның айтқанын тыңда. Қадірлі жерлестер, Ваянган сардар монғолдарды қуып шығып Астананы қорғап қалды. Ол соғыс басталғаннан бері бірінші рет Темучинді жеңген жүржін батыры болды. Мен оның жеңісін тойлап отырмын. Қане, толтыра ішіңіздер. Қанекей.
Бас уәзір, неге ішпей отырсыз? Іргесі шайқалып жатса, оның мұнда сайран салып жатқаны мынау. Патша ағзам. Кетіңдер. Ляудан қолдан кетіп пе? Бас уәзір, Тез, Ляуданды қайтарып алуға адам жібер. мақұл. Тездетіңдер. Темучинмен бітім жасасуға адам жіберіңдер. Алтын елінің елшісі Астана қолбасы Ваяң Жинчиннен Моңғол елінің Шыңғыс ханына сәлем. Бас қолбасы тұрыңыз, мен сізді білем. Сіздің Хушаху, Шуху, Гауши сияқтылардан жөніңіз бөлек. Сіз алтын еліндегі құрметтегі тұрарлық санаулы жауымның бірісіз. Түрегеліңіз, жоғары шығыңыз. Рахмет, қахан. Рахмет. Мархабат. Бітімге келу үшін Астанаға 3 рет адам жіберіп едім. Бүгін Ваяң Жинчи мырза өзіңіз келіпсіз, соған қарағанда бір жақсы хабар бар ау. Орда ұлықтары кеңесіп бір байламға келіп, Моңғол елімен мәңгі тату болуға бітім жасасу жөнінде шешімге келдік. Өздеріңіз әрең жауап қайтардыңыздар ғой. Сіздер жүржіндер, орталық өлкеде зембілде көк отырып, үйреніп қалғандықтарыңыздан болар. Ат жалында жүрген біз сияқты жұмысты тез бітіре алмайды екенсіздер. Алтын елінің тағдыры талқыға түсіп тұрған шақта біздің де көп ойланып толғануымызға тура келді. Сіздер көп ойланып толғандыңыздар, бұл жағы маған аян. Осыдан 3 жыл бұрын сіздер кемелдеріңізге келіп тұрған кезде бітім жасасудан мен бас тартып едім. 3 жылдан соң елдеріңіз мүшкіл халге түсіп, менің қосыным 100 мыңнан бірнеше 100 мыңға жетіп еді. Өздеріңіз бастап бітім жасасуға келдіңіздер. Мұның астарында бір қулық бар ау шамасы. Заман аумалы төкпелі ғой, оны түсінгеніңіз жөн. Сізге бір құпиямды айтайын. Мен шаршадым. Жүржіндер орталық өңірге басып кіріп, Ляо әулетін жойып, Сун елін алды. Біз, моңғолдар, Сахарадан балымызды бағып жүре бердік. Сіздерге кесе гүлденең тұрған жеріміз жоқ. Патшаларыңыз Жин Жиңзун ата-бабаларымызды нақақтан өлтіріп, бізді өзіне бодан қып алғанымен тынбай, әр 3 жылда Сахараға жасақ жіберіп, ерлерімізді өлтіріп, моңғол халқын қырғынға салды. Ханзада Юңжи тарту таралға апарған сапарымды мен ағашқа шегелейім деп жар салды. Шынында оның бізге көрсетпеген қорлық жоқ, сондықтан мен қол бастап кек алу ниетіне бекіндім. Ол енді бітімге келуді ойлаптық, жарайды, онда бітім шартын келсейік. Патша жарлық шығарды. Ол енді орда ханшайымын Шыңғыс ханға сыйға тартып, ежелгі үрдіс бойынша моңғол мемлекетімен құдандалы болып, туысқандық одақ құрмаққа бекінді. О, Юңжи қызын бермек пе? Бұл шынында тәңірдің жазғаны болар. Ал енді алтын елі менің 3 жыл бойы қан кешіп, ұрыс салған сардарларының ашу ызасын қалай тарқатып, оларды немен разы қылмақ? Айтшы осыны. Мен бұл жолы 500 ұл, 500 қызды сардарларыңыздың күтушісі болуға, 3000 сәйгүлікті қосыныңыздың өлген аттарының орнын толтыруға, 100 арба алтын күмісті қалың қолыңыз еліне қайтар сапарында еш қиындық көрмей, керек жарағына жұмсасын деп алып келдім. Жарайды, осыған келсейік. Енді әңгімені басқаға бұрайық. Қараңызшы, менің мына сардарларым қалай екен? Олар шетінен ержүрек көрінеді. Әйтсе де не? Естуімше олардың кейбіреулері шектен тыс қатал, кісі өлтіруге құмар сияқты. Бұл маған ұнамайды. Соғыстың мақсаты кісі өлтіру емес, өзге елді өзіне қарату. Менің қасында тұрған Ильяхай, Елебуға, Инан, бәрі де бір кезде алтын еліне қызмет еткен адамдар. Енді міне олар шын ықыластарымен маған қызмет етіп, маған бағынды. Неге күлесің? Күлгенім, олардың бірде-біреу жүржін емес екен. Иә,
Ханзулар мен Кідандар алтын ел әміршілерінің ата бабасын құртып, елін жойғанын ұмытпапты. Елдеріңізді ішінен кеміретін жегі құрттауыз. Сіз олардың кебін кие көрмеңіз. Ерекенсіз, дұрыс айттыңыз. Мен осы жолы орталық өлкеге адамын қырып, елін жою үшін емес, тек қанды кекті қайтарып, әділет жолын дәріптеу үшін жорық жасадым. Сондықтан да бітімге келу жолын алға тартып отырмын. Қахан, қалың қолыңызды қашан шегіндіресіз? Ханшаларыңыздың бет жүзін әлі көрмедім ғой. Мен бүгін дереу Астанаға қайтып, ханшаңызды әкеліп, некесін қиям. Онан соң сізді солтүстік өткел арқылы шығарып саламын. Жарай ма? Астананың бас қолғасын бұлайша әуре сарсаңға салғаным қалай болады? Жоқ, мен патша ағзамның тапсырмасы бойынша сізді ертерек аттандырып салуға міндетті болған. Мен келісімнен бас тартып кетеді деп қорқыттырсыз ба? О не дегеніңіз? Қан екі сөйлемейді. Мен патша атынан сізге деген достық ниетімді ғана білдірмекпін. Жарайды. Мен сөздің ашығын айтайын. Егер еліңіз пәтуасыздық істеп, келісімді аяға істететін болса, оған мен көнгеніммен менің мына семсерім көнбейді. Біліп қой. Жаңа дәуірдің 1214 жылы көктемде Шыңғыс хан ақыл таразысына салып дұрыс шешім қабылдады. Сөйтіп алтын елмен бейбіт келісімге келді. Алтын елінің ханшасымен қолға түскен тұтқындарды олжаланған дүние мүлікті алып Сахараға оралып бір мезет тыныстап отырлы сәтті күтті. Ал бұл кездерде алтын елінің өз ішінен іріткі салушылар көбейіп өзара бір-бірімен қырқысып жатты. Қусардар! Қусардар! Саған көп жақсылық істеп едім ғой. Ордадағылардың қарсылығына қарамай жаныңды алып қалмадым ба? Қусардар, енді достыққа қастық істеме. Қусардар. Садаған кетейін. Мені босатып жібер. Мен елдің қақ жартысын саған берейін. Қусардар. Мені босатып жібер. Қусардар. Өтінемін. Садаған кетейін. Мені босатып жібер. Қусардар. Естеймісің? Сен? Онысы да елдің қақ жартысын монғолдарға беріп болғансың. Сен сияқты ардан безген, ынжық неме, тақты босатпаса, алтын елі өлсе көмусіз қалады, ұқтың ба? Егер ақылымды алсаң, өзіңді өзің өлтір. Сонда сен Ағданың ұрпағы боп саналасың. Хушаху. Өй ордадан шыққан қарақшы. Тушаң идің айтқан ақылына құлақ аспап едім. Енді өз асыраған итің өзімді келіп қапты. Сен де бәлем түмде бар қадар таппайсың. Ханзада Юңжидің ездігі салдарынан алтын елінің басына зобалаң күн туғанда, мен тәуекел деп алға шығып, оны тақтан түсуге мәжбүр еттім. Алайда ел иесіз қалса болмайды. Мен өз еркіммен осы қиын қыстау кезеңде өзімді алтын елінің Астанадағы уақытша қолбасылығына тағайындап, бүкіл елдің билігін өз қолыма алдым. Тұр орныңнан, ел басына күн туса қолбасылардың ездігінен туады. Сен, Хушаху, әр жолғы соғыста Ханзаданың әміріне бой ұсынбағандықтан жеңілдің. Ханзаданың орнына отыратындай қандай өнерің, қандай қабілетің бар еді? Сенде арғат деген бар ма? Патша ақылсыз болса, қолбасы ешқашан өз өнерін көрсете алмақ емес. Қосынның күйреуі Ханзаданың ағаттығынан болды. Оттапсың. Сен батыс Астананың қолбасы бола тұра соғыспай жатып жеңіндің, бұл Ханзаданың ағаттығы ма? Жуюңаңды қорғағанда монғолдардың қамалды бұзып, Астанаға кіруіне жол бердің. Бұл да Ханзаданың ағаттығы ма? Қарт сардар. Болмаш ағаттық ұлан асыр еңбекті бүркей алмайды деген. Хушахудың ақмақ патшаны тақтан тайдырған ерлігі енді шар тарапқа таралмақ. Патшаға қастық жасап орданы ойрандаған қарақшы Хушахудың жаманатынан ел жиренер. Баян. Баян. Ханды өлтіргені обал болды деп жар салып,
Кім деген маған қарсы тұрса, міне көретін осы. Анан сүйреп апарып өлігін күн астына қақтыңдар. Ел көрсін. Кәне. Шыңғыс хан, Гуабаудың Сұң елмен бірлесіп алтын елін жою керек деген жөн. Осы жолы Сұң патшалығына барудағы мақсаттарың Сұң патшалығының алтын елін оңтүстік жақтан қыспақ қалуына қол жеткізу. Осылай істер болсақ, алтын еліне шабуыл жасау тіптен оңайға түседі. құп. Бір елдің немесе бір ұлттың жеңілуінде және құрып жоғалуында жау жағының күштілігі мен соғыс өнеріне жетіктігінен өзге сөз жоқ ішкі себептер де болады. Күнәлі өз басын жұтады дейтін мәтел бар. Шыңғыс хан Сұң елімен бірлесіп, алтын елін жоюды жоспарлап жатқанда, алтын астанасында енді ғана таққа отырған жаңа патша сауық сайран құрып жатты. Бас уәзір? Бас уәзір. 3 жылдан асты. Қалай дегенмен тыныш күн кешіп жатырмыз ғой. Кәне, біраз ішейік. Мен бас уәзір болған кезімде бір ханшамызды және 1000 бозбала мен жас қыздарымызды қыруар алтын күміс жақұтымызды монғолдар қайта айналып шабуыл жасағанда мінетін аттарымызды сыйға тартып, оған гүл бағындағы сауық сайранды сатып алдық. Бұдан өткен үлкен еңбек болар ма? Айтыңдаршы. Бас уәзір, өзіңізді өзіңіз неге сөгесіз? Құдаласу бұрыннан келе жатқан үрдіс. Мұны біз ойлап тапқан жоқпыз. Бұл құдандалық ел жұртқа пайдалы болса, оған намыстанатын ештеңе жоқ. Солай дегенмен де жан тыныштығын ғана күйттеме. 10 жылы қор жинап, оны ел игілігіне жұмсап, халықты тыныштандырып, жасақты күшейтіп, ойда жоқта тап болатын қатерден сақтануымыз керек. Солай емес пе? Бас уәзір Тоңшаңи, тағы не әңгіме қозғап жатырсыз? Нені талқылап жатырсыздар? Иә, бас уәзір Тоңшаңи. Еліміз бітім жасасқан орайлы сәтті пайдаланып, отанымызды гүлдендірудің ұзақ уақыттық жоспарын жасауымыз керек дейді. Бас уәзірдің ой өте дұрыс. Мен орынбасар қолбасты Хушахумен бірлікті мынадай келелі шешімге келдім. Бірінші, Шаңфуға елші жіберіп, жұртты тыныштандырып, майданда қаза болғандардың ұрпақтарын тізімдеп, оларды қызметке алуды бұйырам. Сондай-ақ, жаппай кешірім жасау жарлығын шығарып, ел сеніміне ие болам. Патшаның данышпандық шешімі үшін көтеріп қойыңыздар. Екінші, монғолдардың шегінген сәтін пайдаланып, астананы Бейжіңге көшіріп, Хуанхэнің табиғи аңғарына арқа сүйеп, монғолдарға төтеп берем. Патшаның данышпандығы үшін көтеріп қойыңыздар. Патша ағзам. Патша ағзам. Астананы еш уақытта көшіру көрмеңіз. Не дейді? Не дейді? Не жазды? Не жазыпты? Не дейді? Сонда халықпен санаспағаны ма? Қалайша бұл? Неге олай етті екен? Не дейді? Не жазды? Не жазған? Бұлай болуы мүмкін емес. Кәне көрейікші. Ал, Жауфан, көпшілікке оқып берші. Жарайды. Мәртебелі патшамыз, монғолдардың шабуылы елімізге үлкен қатер төндіреді. Ел басына күн туғанда қалың қол мен халық бір ниетте болса ғана елді апаттан аман алып қалуға болады. Сіз оңтүстікке көшіп, мұндағы халықты жау шабуылының өтіне қалдырсаңыз, елдің берекесі кетіп, қосын ыдырап, мемлекет құруға бет алады. Қасшау солтүстікте. Сіз оңтүстікке кетсеңіз, алыстағы жауға қайтып қарсы тұра аласыз. Астана қолдан кетсе, солтүстік өңірінде қолдан кеткені. Біз жай бұқара болсақ та, ата қонысымыздан айырылуға риза емеспіз. Сізден жарлығыңызды қайтарып алып, Астананы қолдан бермеңізді өтінем. Жарайсың, Жауфан, келіңіздер, қол қойыңыздар. Бас уәзір, денсаулығыңызды ойлайын демейсіз. Мен жасадым, өлемде өкінбеймін. Тек бір ғана нәрсеге алаңдай берем. Бас уәзір, айтыңыз. Айта беріңіз.
Бүгінгі күні жалынып жүріп бітімге келдік. Енді осы орайлы сәтті пайдаланып, қол жинап, Астанаға азық түлік қорын жасау басты мақсатымыз. Гляудин патшалығымыздың алтын бесігі. Бір жағы тау, бір жағы теңіз, табиғи қорғаны бар қала. Астананы оңтүстікке көшіруден абырой таппаймыз. Рас, оның жанында сыртқы шабуылдан қорғайтын бұрқанған Хуанх өзені бар. Әйтсе де оған түстігінде Сұң елі, батысында Таңғыт елі, солтүстікте монғолдар қатер төндіріп тұр. Үш жаған талаған жау, бірін жойсаң бірі шығады. Олай болса, мәртебелі патшасы мұндай шешімге бармас деп үміттенеміз. Бас уәзір, біз бар күшімізді саламыз. Менің сүйегімді Астанадағы сарайыма барып үйімдегілерге табыс етіңдер. Қайғырмаңдар, мен сендерден бақыттымын. Өйткені алтын елінің құрып жоғалуын көрмеймін. Ол қандай аянышты десеңші. Қандай аянышты. Бас уәзір? Қатты жақсы жазыпты. Жауфан бауырым, әдеби дарының ұштала түскен екен, солай ма? Сені мақалама баға бер деп шақырып бекеміз. Хатқа бірінші болып қол қойсын, бізбен бірге хатты патша алдына апарсын деп шақырдық. Жоқ, мен қазір ғибадатханаға кіріп, Уаңсуң ақсақалдың шәкірті болдым. Дүниесі енді мені қызықтырмайды. Ренжімеңдер. Жусай мырза, Мен тақуалық жолға бет қойған жанмын. Дін жолын ұстанамын. елбасына күн туып жатса, онымен жұмысың болмай, осы арада Буддаға сыйынып дұға оқып мінәжат қылып отырмақпысың. Темучиннің қайта келіп Құран салмауына кім кепіл? Бәлкім Буддадан тілек тілеп жамандықтың бетін қайтарасың. Будданың мейірімде шек жоқ. Елу Жусай, сен қоян жүрек екенсің. Патша ағзам сіздердің хаттарыңызды оқып, ел мен жердің тағдырына жан ашыған адал ниеттеріңізді айрықша бағалады. Онда Астана оңтүстікке көшпейтін болды ма? Патша оңтүстік өлкені аралап кетті. Ханзада екеуміз ордада қалдық. Астананы тастап кететін ойымыз жоқ. Астананы тастағысы келмесе, патшаға оңтүстікте не бар? Ей, есерсоқ, онанда айтқаныма көніп қайтып кетіңдер. Әйтпесе монғолдарға күшім жетпегенімен, сендерге күшім әбден жетеді. Өте айбарлы екенсіз, Моран Жүнжу тақсыр. Патшаға хат жазудан қорқпағанда. Өлімнен қорқады екен демеңіз. Сабыр, сабыр, мырзалар. Ойлағандарыңыз елдің қамы, жердің қамы болған соң қырқысудың қажет не? Жауфан, бұл әбден шешіліп қойған іс. Онан да әмірге бойұсыныңыздар. Мұны өзгерту қиын. Бұл ел тағдырына қатысты іс. Мұндайда қалайша үн-түнсіз қалмақпыз. Әділет үшін бастарыңызды бәйгеге тіккендеріңізге өз басым айрықша сүйіндім. Астананы қорғауда сіздердің көмектеріңізге мұқтажбыз. Егер біз патшаны шамдандырып алсақ, онда бәрімізде Қарапайым бұқара өлімнен қорқпағанда сіз қорқасыз ба? біз өлсек келер кетер ештеңе жоқ. Отан тағдыры, ел жұрт тірлігінің тиянағы. Бас уәзір Тушаңи Астананы көшіруге қарсы тұрамын деп құсалықтан көз жұмды. Енді біз де құрбандыққа шалынсақ, онда Астананы кім қорғайды? Менің сабыр сақтап үндемей жүргенім өз басымды сауғалағанымнан емес, бұл бір құдайға аян. Менің бар тілегім Астана халқының амандығы. Астана халқының амандығы.
黎民耳。 Кетейік. Кәне, құлыным әкеді. 哎，叫啊！ Кәне. Құлан, сен нағыз көк теңіздің маржаны екенсің. Маған жайнаған жақұттай нәресте тауып бердің. Хан ием, ол қыз болса жақсы болушы еді. 更好一些。 Неге? Қыз болса бой жеткен соң не тайпа сардарына, не жақсы қолбасылардың біріне ұзатылады да ол хан иеме мәңгі адал болар еді. 忠心。 Ол болса қайтеді екен? Мен Шағатай мен Жошының қошқарша сүзетінін көріп жүрмін. 顶撞， Мына бала ер жеткенде өзінің ерлігі ерен әр тепсе темір үзетін төрт ағасының алдындағы орны қандай болмақ деп басым қатады. 同样的地位。 Орны қалай болушы еді? Сенен туған бала да, бөртеден туған балалардан кем түспейтін құқыққа ие болады. 同等权利。 Онда, ол да сөзсіз бақытты бола ма? Мен тірі болсам, менің ұлдарым түгелдей асыл зата болады. Қахан, 大汗， Наяқа сізге айтатын хабарым бар дейді. Қатқан, 何丹， құлан мен балаға жақсы қара. 这个孩子啊， Мақұл. 好的。 Қахан, бұл баланың аты кім болады? 啊， Аты 叫 өзім болсын. Тахан, біздің Сун патшасына жіберген елшімізді алтын ел ұстап алыпты. Немене? Алтын патшасының көздерінің ет өсейін деген екен ғой. Алтын елінің астанасы оңтүстікке көшіпті. Осы ек қылығы да жетіп жатыр. Мен алтын патшасының сазайын қылышпен тартқызам. 国皇帝， Шыңғыс ханға залымдық істегеннің қаны төгілетін оған бір көрсетіп қояйын. 1214 жылы маусым айында Моңғол қосыны алтын еліне екінші рет жорық жасап, солтүстік өткелден Жиңжу, Чижу, Шәңжу және Шұңжуға шабуыл жасады. Шілде айында алтын елінің ханзадасы Астанадан қашып кетті. Қазан айында Мұқылай Ляудонға шабуыл жасады. 10月 Жаңа дәуірдің 1215 жылы қаңтар айында Моңғол қосыны Тұңжуды алып, 12 Астанаға таяп барды. 国军破土 Наурыз айында Астана қолбасы Ваяң Чинху Гайфунға қанмен жазылған хат жолдап, көмекке қосын жіберуді өтінді. 则增援， Жаңа патша сарай әкімі Жиңчинидиге Астанаға тез арада қосымша әскерлер және астық жіберу жөнінде бұйрық берді. 增援 Сәуір айында Моңғол қосыны көмекке жіберген бұл жасақтың тасталқанын шығарды. Астана астықтан тарығап, аса ауыр жағдайда қалды. Тез, болыңдар! Естуімше бас уәзір Ваян қаланы қорғауға байланысты кеңес құрып жатыр екен. Мен бір ат сойғызып қоймын. Келіңдер. Өлсек те аш аруаға атанбайық, жейік. Аттарымызды сойып жеп тауыссақ, қамал сыртына қалай шығып жауды қалай шегіндіреміз? Немене? Жауды шегіндірем деймісің? Оңтүстік Астанадан тағы да көмек келгенге дейін Моңғолдарды қалаға кіргізбей ұстап тұрсақ, екеумізге одан өткен бақыт жоқ. Қорқпа. 我的造化了。 Патша көмекке қосын жібере ала ма? Егер қосын жібермесе, Моңғолдар қалаға кірмеген күнде де біз жарты айға жетпей-ақ аштан өліп қаламыз. 我们都得饿死。 Ханзададан оңтүстікке көшу туралы әмір келген кезден бастап-ақ мен ел үшін өлуге бекініп болғам. Ендеше, өлсек те адамша өлейік. Сендер шынымен өлуге бекіндіңдер ме? Енді біздің патша үшін жан қиятын кезіміз жеткен сияқты. 皇上尽忠了吧？ Егер патша жан қиюға татырлық жан болса,
арманы болмас еді. Онда қоршауды бұзып қашайық. Тек қоршауды бұза алсақ болды. Жан қиятын кезде келер. Осылай өлім күтіп отырғаннан сол артық. Бас уәзір, Ваяң Жуйдың айтқаны дұрыс. Қашайық. Жарайды. Әркімнің өзіндік ойы болады. Мен сендерді осында қалыңдар деп мәжбүрлей алмаймын. Сендер кете беріңдер. Кел. Бас уәзір, Жасақтарға 4 қақпаны бірдей ашсын де. Темучин қарсылық көрсетпегендерді өлтірмейді. бас уәзір, мұныңыз. Бар, сен де бар бас сауғала. Онда сіз ше. Мен өз патшама ақтық демін біткенше адал болғым келеді. Мәртебелі патша ағзам, уәзіріңіз қатерден тайынбай, астананы ақырына дейін қорғады. Әйтсе де дара біткен дарыным болмағандықтан, ауыр міндеттің үдесінен шыға алмадым. Астана қолдан кетті, сондықтан жауға бас игеннен абыроймен өлуді артық көрдім. Тақсыр, денсаулығыңызды күткейсіз. Күнәкар уәзіріңіз Ваяң Чин сізге қан жұтып, басын ет. Уышы өлтті. Әттіген ай. Ежірек адам еді. Оны жүргендердің салты бойынша құрметпен жерлеңдер. Уақ, не деген керемет? Не деген әдемі? Не деген сәулет? Керемет ақ. Алтын елдің патшасы рахат өмірді әбден біледі екен. Айтыңдаршы, олар мұндай сәулетті сарай салуды қайдан білген? Шеркен, мына алтын сарай біздің орда сияқты өгіз арбамен алып жүруге келсе қандай жақсы болар еді? Ей, сенің миың қайда кеткен өзі? Бұл алтын сарайды алып кете алмасақ та, ішіндегі жақсы нәрселерді артып алып кетуімізге болады. Оны ойластырып қойғам. Жақсы дүниелерді бірінде қоймай сахараға алып кетеміз. Жарайды. Жақсы дүниенің бірінде қалдырмай тасып әкетіңдер. Қахан, астананың қамбаларына күзет қойылды. Барлық мүлік арбаға тиеліп тасылып жатыр. Әлгі 50 жасай табылды ма? Сарайына адам жібердік. Ондағылар қайда кеткенін білмейміз депті. Сенде 300 жасаға барып, оның сарайын күзет. Ешкім талан-таражға салып жүрмесін. Қоп, 50 жасай өзі тәкаппар адам бақылай. ол соғысқа жарамайды екен. Ондайдың бізге керегіне. Жарай ма, жарамай ма, оны көргенде білесің. Дұрыс, өлтіру ешқайда қашпас. Жарамсыздығы белгілі болған соңда өлтіре салармыз. Егер маған қызмет етуге көнбесе, оны өлтіреміз. Қахан, қазынаның қамбасындағы қаладағы заттар түгел тасып әкелдім. Жарайсың, жақсы істепсің. Наяқа, Бармын. жарлығымды жеткіз. Сардарлар мен сарбаздар астананы 3 күн бойы талауға салсын. Қоп.
Жауфун, бауырым, Жауфун. Өзіңді бұлайша өлімге қиғаның не? Дүние тірлігіне араласпайым дегенің қайда? Үйден қия баспайым демеп бедің. Міне енді ғибадатханаңды өрт шалуға айналды. Жеттің ба, осыған? Қара. Қара. Бауырым, Жауфун. Елу Жусай ағай, Шыңғыс ханның әмір бойынша сізді осында күтіп тұрғаныма көп болды. Гуа бауыр, сіз сияқты жәрдемшісі бар Шыңғыс ханның қалың қолы қайырымды болуға тиіс еді. Сіз оның қалың қолын қарақшы және жендет қып тәрбиелеуіне көмектеседі деп ойламап едім. Гуа бауыр. Абайлаңыз, адам пәлен ауыздан табады. Ол мені қабылдаймын депті ғой. Мені Шыңғыс ханға апарыңыз. Бауырым, оған мына сұрқымен барғаннан, бармағаның жақсы. Өлтіріп тастайды деп қорқасыз ба? Мен осында келерде өмір өлім дегенді әлдеқашан естен шығарғам. Қане, мені Шыңғыс ханға апарыңыз. Елі жойылған қолы елу Жусай алдыңызға келіп тұр. Тізерле, жүгін. Мұнаның сақалына қараңдар. Қақан сіздің сақалыңыз ұзын әрі әдем екен дейді. Мен ханзу тілін, кідән тілін, жүржін тілін, сондай-ақ моңғол тілінде білем. Қақан, менің сақалымда әңгіме қылудың қажет шамалы. Мен сізде мұнан сұрайын. Сіздің қосыныңыз қала ішінде қазір не істеп жатыр? Орталық өлкедегі ханзуларда моңғолдардың және сенің кегіңді алып жатыр. Менің кегімді? Дұрыс. Сен кідән емессің бе, солай ма? Дұрыс. Сендердің де Ляо елі, алтын елдің ежелгі жауы. Мен алтын елінен кек алсам, сендердің де кектеріңді алғаным емес пе? Қателестіңіз. Немене? Біздің әулетімізден 3 ұрпақ алтын еліне уәзір болған. Ендеше патшаға елу Жусай қайтып өшік алады. Жусай, болды енді. Моңғолдарды езген, оларға зиянкестік істеген алтын елінің патшасы мен уәзірлері. Мұның Астанадағы бұқара халыққа не қатысы бар? Сіз Астанадағы қара халық тонауға бұйрық беріпсіз. Мұның кек алу ма, әлде кек тұтандыру ма? Тарт тіліңді, тоқтат! Мен саған қасымда болып сұрағандарыма жауап беріп, ескермеген нәрселерімді ескертіп отырса деймін. Бұған келісемісің? Ескермеген нәрселерім деп нен айтасыз? Егер сіздің ескерттеп отырған нәрсеңіз, тоналмаған тағы қандай жер болса, соны ескерт деген сөз болса, мен ондай істемеймін, істей де алмайым. Ондай іске бармайым. Біліп қойыңыз. Не дейді? Темучин, сен мені қалай өлтірмексің? Шынымен сен маған қызмет істемейсің бе? Ақылды құс тоғайды сағалайды. Ақылды уәзір Абзал ханды жағалайды. Сіз ақылды хансыз ба жоқ па, оған баға беру мәлі ертерек. Бірақ сіздің мына қылығыңыз қатыгез ханның қылығына ұқсап тұр. Сонда сізге мен не үшін қызмет етпекпін? Мынаны өлтіру керек. Келіңдер. Бармыз. Қаладағы моңғол сарбаздарына жарлығым жеткіз. Дереу шегінсін. Құп! Ұзын сақал. Сен бір шыншыл, өз ісіңе адал адам екенсің. Сенің жүректілігіңе парасатыңа ден қойдым. Маған ақылшы болуға келісемісің? Бір ұрпақтың ер жүрек ханына болмашы септігі тисе, елу Жусай өзін мәңгі бақытты санайды. Түрегел. Түрегел. Мархабат. Қахан,
Дүниені бағындырған Шыңғыс ханның бүкіл өмірінде ерекше із қалдырған орны бөлек екі жайт бар. Оның бірі жапон тарихшылар айтқандай, оның қан сасыған батыс жорығына самал жел естірген дао ілімінің ғұламасы Чичужимен танысуы. Ал енді бірі Шыңғыс ханның өзіне ғана емес, оның ұрпағына аса үлкен ықпал жасаған Будда дінінің ғұламасы Элюжу Сайд алдыруы. 21 бөлімнің соңы.